Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Дәл қазір сіздермен бірге English Language 3-ші сыныптың 4-ші модуліндегі 48-ші беттен бастап тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тапсырмаларды орындамастан бұрын бірінші сабақты толығымен көріп шығамыз. 5-10 минут уақытымызды бөліп, тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Clothes I wear. Мен киетін киімдер. Listen тыңда, point көрсет, repeat қайтала. Jeans, джинсы, dress, көйлек, jacket, куртка, shorts, шорты, gloves, қолғап, t-shirt, футболка, shoes, аяқ киім, skirt, юбка, boots, етік. Осы сөздердің бәрін аудармасымен дәптерге жазып, аударып алып жаттаймыз. Jeans, dress, jacket, shorts, gloves, t-shirts, shoes, skirt, and boots. Now hat. Мұнда қалып кетті. H-A-T, hat, қалпақ. Мұнда екінші тапсырмада listen and color, тыңда және боя депті. Тыңдалым тапсырмасы. Мұнда тыңдап, мына баланы бояу керек екен. Екіншісі ойын, бинго ойыны. Келесі тапсырма, грамматикалық тапсырма, do модальді етістігіне байланысты. Сөйлемдерді қалай жасайды, болымсыз түрі. Яғни біз көпше түрде болған уақытта do модальді етістігін қолданамыз. Өйткені бізде көпше түрде. She, it болған жағдайда does болады, қалған жағдайда do болады, және де оны қысқартылған түрде don't деп айтамыз. Болымсыз сөйлерде. Мысалы, we, you, they wear shirts in summer. Мысалға, біз жазда шорты киеміз, сендер жазда шорты киесіңдер, олар жазда шорты киеді. Енді осыны болымсыз түрде айтатын болсақ, we don't wear jackets. Біз куртка кимейміз. You don't wear jackets. Сен куртка кимейсің. They don't wear jackets. Олар куртка кимейді. Енді сұраулы сөйлемде do көмекші етістігі зат есімдер есімдіктердің алдына шығады. Do we wear gloves in winter? Біз қыстың күні қолғап киеміз бе? Do you wear gloves in winter? Сен қыстың күні қолғап киесің бе? Жауап беретін болсақ, yes we do, yes you do, yes they do. Егер де болымсыз түрде болса, no we don't, no you don't, no they don't деп жауап береміз. Мысалға, мына жерде тапсырмада бізге сөйлем құрастыру керек. We don't eat an ice cream. Біз балмұздақ жемейміз. We go skiing. Біз сырғанауға барамыз. We make a snowman. Біз snowman. Біз снеговик жасаймыз. Мұнда бізде what do we do? Біз қыстың күні не істейміз, соны айт деген екен. Біз не істемейміз, соны айт депті. We wear a jacket. We don't wear shorts. Біз шорты кимейміз. We drink hot chocolate. Қазір осыны жазып берейін. Осында жазып береміз. Өзіміз көшіріп аламыз. 2 деп бастаймыз. We go skiing. We go skiing. Үшінші сөйлемде we make a snowman. We make a snowman. Төртінші сөйлемде we wear a jacket. We wear a jacket. Бесінші сөйлемде we don't wear shorts. Біз шорты кимейміз жаз қыстың күні. Және алтыншысы we drink hot chocolate. Ыстық шоколад
ішеміз. Мынау бізде бірінші тапсырманың жауабы. Дәптерлеріңе көшіріп алсаңдар болады. Келесі. Read and complete the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. Сұрақтар оқы дейді, және сұрақтарды аяқта дейді. Do you wear shorts in winter? Сен қыстың күні шорты киесің бе? No, we don't wear shorts in winter. What on a hot day? What? Жерде, екі деп жазайық. What do you wear on a hot day? Сендер ыстық күнде не киесіңдер? Мұнда бос орынға жазасыңдар. What do you wear деген? We wear t-shirts. Біз ыстық күні не киеміз дейді? Футболка киеміз дейді. Мұнда сұрақ үшінші сөйлемде. What do you wear? Сен күн суық болған кезде не киесің дейді. Олар мұнда былай болады екен. Do you wear gloves and a hat on a cold day? Суық кезде сендер қолғап пен қалпақ киесіңдер ме дейді. Yes, we wear gloves and a hat on a cold day. Я, біз суық күнде қолғап пен қалпақ киеміз. Мұнда сұрақ төртінші сөйлемде. Do you wear boots in autumn? Сендер күзде етік киесіңдер ме? Yes, we wear boots in autumn. Я, біз күзде етік киеміз. We wear shorts in summer. What do you wear? Сендер жазда не киесіңдер? We wear shorts in summer. Біз жаздан күні шорты киеміз. Келесі, мынау бізде осы екінші тапсырманың жауаптары. Көшіріп алыңдар, балалар. Келесі, my favorite season, менің сүйікті жыл мезгілім. Баспа. Winter is my favorite season. Қыс менің ең сүйікті жыл мезгілім. Оны дайын жазған екен. In winter, мұнда жазамыз. Winter, it's cold and snowy. Қыстың күні күн суық және қарлы болады. In winter, I go skiing and I drink hot chocolate. Қыстың күні мен сырғанауға барамын және ыстық шоколад ішемін. I also like winter because my birthday is then. Мен қысты туған күнім сол мезгілде болғаны үшін жақсы көремін. What's your favorite season? Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? Енді мұнда айтыпты. Tell the class, сыныпқа айт дейді. What's your favorite season? Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? What's the weather like? Ол кезде ауа райы қандай болады? What do you do in this season? Сен сол жыл мезгілінде немен айналысасың? Сол туралы қысқаша ақпарат жазу керек. Дамир секілді, иә? Келесі бізде science ғылымға байланысты. Write the seasons and listen and check дейді. Жыл мезгілдерін айт дейді. Тыңдап тексер дейді. Бірінші суретке қараймыз. It's warm and it's windy. The bears wake up. Ол кезде күн жылы және желді. Аюлар ұйқыға кетеді дейді. Оянады екен. Олар оянады дейді. Бұл бізде spring, көктем. Екінші суретке қараймыз. It's hot and it's sunny. The bears eat and eat. Ол кезде күн ыстық дейді. Және шуақты. Аюлар жей береді дейді. Ол summer, жаз, е? Үшінші суретке қараймыз. It's rainy. The bears find a cave for winter. Ол кезде күн жаңбырлы болады дейді. Аюлар ұйқыға дайындалады. Ол бізде autumn. It's cold and it's snowy. The bears sleep. Ол кезде күн суық және қарлы. Аюлар ұйқыға кетеді. Ол бізде winter.
так. Ары қарай орындай береміз бе? Жоқ. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта осы бетті орындайтын боламыз. Менімен бірге болыңдар. Арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін тыңдап, тек содан кейін ғана тапсырма орындаңдар.